Танымал блогер әрі әзілкеш Тұрсынбек Қабатовтың бұрынғы жары Мөлдір Мұқанова заңсыз ойын лотерея өткізген тұлғалар тізіміне енді, деп жариялайды. Ведомствоның ресми мәліметінше, Мөлдір Мұқанованың Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 445-ші бірінші бабының 6-шы бөлігі бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылды және ол үлкен көлемде айыппұл төледі. Нақтырақ, 589.800 теңге көлемінде айыппұл төлеген. Мәдениет және ақпарат министрлігінің бұған қоса бірнеше танымал тұлғалардың да дәл осындай заң бұзушылық жасағанын хабарлады. Мәселен, блогер Дархан Жолшыбеков 3,1 миллион жазылушы бар. Сәуір айында ол 393.200 теңге айыппұл төлеген болатын. Тізімге енген өзге тұлғаларды сайттан нақтырақ көре аламыз. Естерінде болсын деймін. Мен қыздарымның құлағын әлі тескен жоқпын сырғалар. Сырға жоқ үш қызда да. Неге? Мен айтам, қазақта сырға салу деген бар. Сол уақытта сырға салуға келгенде, сол кезде құлағымды тесіп құлағыңа сырға тағып берем. Сол кезде бірінші сырғаны сол жақтағылар келіп тақсын. Сырға салу деген солдан шыққан шығар деп ойлаймын. Керек емес сендердің жаңағы мектепте оқып жүргенде, университетте оқып жүргенде әр нәрсені құлақтарына іліп алып, күйеуге шыққаннан кейін де үлгересіңдер тағып. Дискотека категорически запрещается. Қатал әкесің ғой. Современный киініңдер, бұлай кәдімгі ел қатары жүріңдер. Бірақ не, сосын мен 3 қызыма да қазыдан бастап миына құйып жатырмын. Жігітті өзім тауып беремін. Шын ба? Иә, өйткені қазір қыздар деген сол уақытта соқыр ғой. Енді мен білемін, енді талайымыз енді соқыр болып жақсы әйелдеріміз нелерімізді алып алдық қой енді жақсы. Зато Инстаграмда отырып алып жігіт іздемейді. Папам тауып береді. Мен қызым айтамын, так кім тауып береді саған? 13-тегі қызым ғой. Папа сіздің алып бергеніне күйеуге шығамын дейді. Мен айтамын, любовь мөлдір жанымда. Сен менің сүйіктім мөлдірімсің. Алғашқы концерт, помню, мөлдір екеуміз жасағанбыз. Алғашқы концерт 2009 жылы. Жеке концертімді да, алғашқы жеке концерт 2009-да. Содан не керек? Сөйтіп мөлдір екеуміз билет жазғанбыз. Отырып билет жазып, ол кезде билет толтырамыз, қатар-қатарды толтырасын, бірдеңесінші қатары, 8-ші орын, 5-ші орын, бірдеңе орын, балкон деп өзің қолмен жазасын, как положено, бәрі. Содан кейін ол билет тапап, конгресс қолға кассаға тапсырып, концерт пирамида, бірақ кассы конгресс қолда, өз сондай болды ғой бір уақыттары. Кассын конгресс